достар, қалдарың қалай? Сіздермен бүгін Еркежан апайлары. Бүгін біз өтетін тақырыбымыз жасушаның құрылысы. Жасуша дегеніміз белгілі бір ағзаны құрайды. Яғни қазір ол туралы танысатын боламыз. Және де сіздерге айта кететін жағдай, осы жасуша деген бізде түсінікті, яғни терминді ең алғаш ғылымға Роберт Гук енгізген екен. Ол оны қайдан білді десеңіздер, яғни ғалым алғаш ағаш қабығының ішкі қабатының қимасын қарап, оның неше түрлі ұяшықтардан, яғни көптеген ұяшықтардан тұратынын байқап, осыны жасуша деп атаған. Содан бері жасуша биологиясының ең түсініктерінің бірі болып саналады, себебі барлық тірі ағзалар жасушалардан құралған. Яғни айта кететін болсақ, сіздерге жасуша, ұлпа, сосын мүшелер жүйесі, ағза. Яғни бұл дегеніміз белгілі қазіргі кез келген тірі ағзаларды осы жасушадан бастап құралады екен. Сіздерге конструктор сияқты айтсақ болады, өйткені ол бір-бірінен көбейе отырып, яғни қосыла отырып, белгілі бір тұтас ағзаны не істейді? Тұтас ағзаны пайда қылады. Сәлем достар, қалдарың қалай? Сіздермен бүгін Еркежан апайларың. Бүгін бізде өтетін тақырыбымыз жасушаның құрылысы. Яғни бізде қазіргі бұл қандайтын тақырыбымыз биология ғылымына өте қатты маңызды. Яғни бұл термин жасуша деп аталатын. Және де бұл терминді біз қайда қолданамыз десеңіздер, сіздерде мүше, ұлпа, жасуша деген тақырыптар болады. Сол кездерде осының көмегі өте тиеді, осылай айттым. Келесі, осы жасуша деген ғылымды биологияға, яғни терминді Роберт Гук қолданған екен, яғни кіргізген ең алғаш. Ғалым бұл жасуша дегенді қай жақтан білді десеңіздер, ағаш қабығының ішкі қабатының қимасын қарап, олардың әртүрлі ұяшықтардан, яғни жеке ұяшықтардан тұратынын байқаған. Осыдан байланысты жасуша термині шықты десек те болады. Яғни содан бері жасуша биологиядағы негізгі түсініктің бірі болып қалыптасып кетті. Себебі бізде қоршаған ортамыздағы барлық тірі ағзалар осы жасушадан құралады екен. Сіздерге белгілі бір схема түрінде айтатын болсам, бізде жасуша болады. Жасушадан кейін ұлпа, одан кейін мүшелер жүйесі, одан кейін тұтас ағза қалыптасады. Яғни бұл дегеніміз бізде кез келген айналамыздағы тірі ағзалар осы жасушадан құралған. Яғни клетка дейміз. Мен сіздерге бұны белгілі бір жасуша деп яғни конструктор деп түсінсем болады, және де пластилин деп түсінсем болады. Яғни сіздер әртүрлі мысалы пластилиндерді қоса берсеңіздер, үлкен бір зат қалыптасады. Оны біз ағза деп алсақ та болады. Немесе конструкторды құрасақ, кішкентай бөліктер, одан кейін үлкен бөліктер қосылып, белгілі бір бізге бір форманы береді ғой. Немесе белгілі бір ойыншықтың түрін береді. Сол сияқты жасушада ары қарай дами отырып, белгілі бір ағзаны қалыптастырады екен. Келесі жасушаның құрылысына келетін болсақ, бұл кішкентай ғана болғанымен, бұның құрылысы және құрылыстардың атқаратын қызметтері өте маңызды. Барлық өсімдіктердің, самырықақтардың және жануарлардың жасушасы міндетті түрде 3 бөліктен тұрады. Яғни бізде жасуша екіге бөлінеді: өсімдік жасушасы және жануар жасушасы деп. Оған байланысты оларда қабықша, цитоплазма және ядро болады. Сіздер көріп тұрғандай, бұны мен кітаптан алдым. Сол кітапта жасуша туралы нақтылап көрсетіліп белгіленіп кеткен, және де бағандағы органоидтар, яғни ядро, қабықша, цитоплазма қай жерде орналасқаны толық көрсетілген. Бірінші бізде, яғни өсімдік пен жануар жасушасына тән қабықша. Жасушаны қоршаған ортадан бөлетін, қорғайтын, қажет заттардың жасушаға енуіне мүмкіндік беретін бөлігі. Яғни қабықша атайтып тұрғандай жасушаны қаптап жатады, оған зиянды заттардың кіруінен қорғайды, немесе ішінде бізде сұйықтық болады, өздеріңіз білетіндей. Кейде біз оны не цитоплазма дейміз, не вакуоль дейміз, олардың ағып кетпеуіне осы жасуша қабығы көмектеседі екен. Келесі осы жаңағы цитоплазма. Цитоплазма бізде жасушаны толтырып тұратын тұтқыр сұйықтық, яғни оның ішкі ортасы. Цитоплазмада ядро, сондай жасушаның басқа ұсақ бөліктерінен құрылымдар болсады. Яғни біз бұны
сіздермен талқылайтын болсақ, цитоплазма дегеніміз жасушаның ішінде орналасқан. Мысалы, сіздерге бір доңғалақ шарды аласыздар, дөңгелек шарды, и потом оның ішіне су құясыздар, ол примерно сіздерде цитоплазма болады. Яғни сол цитоплазмада бізде көптеген органоидтар орналасады екен. Бізде органоидтардың түрлері өте көп. Бірақ негізінен ең басты органоидтар бізде ядро, цитоплазма, ЭПТ, Golgi жиынтығы деген бізде органоидтар өте көп. Және де олардың атқаратын қызметтері де басшылық десекті болады. Келесі ядро. Ядро бізде жасушадағы ең маңызды органоид бөлігі. Яғни бізде ядрода ДНК орналасады. Негізінен жасушаның маңызды бөлігі ядросыз көбею жүзеге аспайды. Яғни ядроның ішінде жаңа айтқандай көбею несі ДНК болады. Ядро көбеюге мүмкіндік беріп қана қоймай, жасушаның тіршілік әрекетін де басқарады. Яғни бізде осы ядро жасушаның старт бөлігі деп айтсақ та болады. Келесі бізде ұлпа. Бағана айтқандай, бізде жасуша болады, жасушадан кейін ұлпаға қалыптасады, бір-бірін құрап. Біздің ғаламшарымызда алғаш рет ең қарапайым ағзалар ядросыз прокариоттар, яғни бактериялар пайда болған болатын. Ұзақ уақыт ішінде біртіндеп күрделі құрылысты прокариоттардан қарапайым жасушалы эукариоттар процестер түзілді. Яғни прокариоттар дегеніміз бізде ядросыз ағзалар болса, ал эукариоттар ядролы ағзалар болады. Сосын бізде бір жасушалы эукариоттардан көп жасуша ағзалар, яғни өсімдіктер, жануарлар, самырықлықтар пайда болды. Қазіргі кезде айналамызда көріп жүрген барлық ағзалар көп жасушалы эукариоттар. Эволюция барысында миллиардтаған жылдар ішінде көп жасуша ағзалардың ұқсас жасушалар бірігіп ұлпа түзеді. Яғни жаңа айтқандарымыздай, жасушалардың бәрі бірігіп бізде ұлпаны түзуге көмектеседі. Одан кейін бізде ұлпа құрылысы шығу тегі және атқаратын қызметі бойынша ұқсас жасушалар мен жасушалық заттардың жиынтығы. Ұлпаны құрайтын барлық жасушалар бір типті болып келеді. Бірдей тіршілік әрекеттерін атқара алады. Бұл оларға біркелкі қызмет атқаруға және сыртқы әсерін бірдей жауап беруге мүмкіндік береді. Яғни бұл дегеніміз біздің жасуша бірігіп, яғни көбейіп, бір-біріне қосылып ұлпаны құрайды екен. Одан кейін ұлпада қосылып, бағана айтқандай мүшелер жүйесін құрайды, немесе мүшені құрайды. Сосын ағзамыздағы бауыр, бүйрек деген мүшелер қалыптасады. Осы тақырып, яғни мүше. Жануарлар ағзасында жеке мүшелер болады. Жүрек, бауыр, бүйрек, асқазан және тағы басқалар. Тек жануарларда ғана емес, өсімдіктерде де мүшелер бар. Өсімдік мүшелері сабақ, тамыр, жапырақ, гүл, жеміс және тұқым жатады. Мүше тұрақты орны, белгілі бір құрылысы бар, нақты қызмет атқаратын ағза бөлігі. Өсімдік пен жануарлар мүшелері ұлпалардан тұрады. Яғни бағана айтып кеткеніміздей, бізде үш сатыға бөлген болатынбыз: жасуша, одан кейін ұлпа және де мүше деп. Келесі, осының бәрін қорытындылай келе сіздерге бағана бірінші слайдта, яғни бірінші презентацияда айтып кеткен кестеміздей жасуша, ұлпа, мүшелер жүйесі тұтас ағза қалыптасады. Яғни жасуша бағана көрген органоидтармен бірге, потом жасушалар көбейіп ұлпаны түзеді. Ұлпадан кейін мүше қалыптастырады. Мүшелер жүйесі, яғни бауыр, бүйрек, біздегі барлық ағзалар, одан тұтас ағза, яғни адам қалыптасады. Көп жасушалы. Осылай мен сіздердің біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге осының бәрі түсінікті деп ойлаймын. Және де сіздерге үй тапсырмасын бере кететін болсам, сіздерге екі тапсырма бергелі отырмын. Бірінші тапсырмада сіздер төмендегі сұрақтарға толық жауап бересіздер. Яғни мен сіздерге бір емес 3 сұрақ қойдым. Осы 3 сұраққа толыққанды жауап бересіздер деп ойлаймын. Талқылай кетсек, неліктен жасуша тірі ағзаның ең кіші құрылымдық бірлігі болып саналады? Яғни неге ұлпа емес? Неліктен жасуша ең кіші бөлігі болып саналады? Келесі, прокариоттар мен эукариоттардың айырмашылығын 3 белгі бойынша салыстырыңыздар. Мен сіздерге бағана бір белгісін айттым, яғни ядроға байланысты қалған 2 белгісін өздеріңіз жазды деп ойлаймын. Келесі, үшінші, ұлпа, мүше және мүшелер жүйесінің өзара байланысын нақты мысал арқылы түсіндіріңдер. Мысалы, ас қорыту жүйесі. Сіздер басқа да нелерді ағзаларды алсаңыздар болады, тек қана ас қорыту жүйесі емес, өздеріңіздің қалауларыңызда. Келесі, екінші тапсырмада сіздер қолдану, яғни алған білімдеріңізді қолдану арқылы осы тапсырманы орындайтын боласыздар.
мысалы жасуша дегеніміз не, оларға нелер жатады, мысалы қандай органеллар жатады, соны жазсаңыздар болады. Ұлпа деген дәл сол сияқты мүше, мысалы мүше дегеніміз не, оның мысалы қандай болады, соны жазасыздар. Және де ағза деген не. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сіздерге тақырып түсінікті болды деген ойдамын. Мен түсіндіріп алдым деп ойлаймын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.